Сәлеметсіңдер ме, 10-шы сынып оқушылары? Бүгін бізде жаңа сабақ. Сабақтың тақырыбы сіздердің еншілеріңізде. Бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтау үшін мынандай ой түрткі сұрақтарға жауап беріңіздер. Суретте не бейнеленген? Бұл суреттер сізді қандай ойға жетелейді? Сіздердің ойларыңызша тақырып не жайлы болмақ? Балалар, сіздер суреттен кесене көріп тұрсыздар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан баб кесенесі, Айша бибі кесенесі бар. Киіз үй құрылысын көріп тұрсыздар, Кесене дегеніміз не? Кесене діни құрылыс. Белгілі бір адамдардың құрметіне қабір басына тұрғызылған сәулет өнері. Бұл мысалы сәулетшілердің ой қиялынан туындаған керемет құнды дүниелер. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сәулет өнері деп аталынады. Бүгін біз сабақта не үйренеміз? Бүгін сабақта сәулет өнерінің озық үлгілерімен танысамыз, құндылықтарын анықтаймыз. Қазақстандағы ежелгі ескерткіштердің сыры жайлы танып білеміз. Негізгі ойды анықтап, ғаламдық мәселемен байланыстырамыз. Енді сәулет өнері қалай дамыды? Сәулет өнері 10-12 ғасырда жақсы дамыған екен. Бұл кезде Қарахан мемлекеті кезінің өркендеген кезі екен. Одан кейін 12-13 ғасырларда сәулет өнері дамымай қалған. 14-15 ғасырда қайта дамыған. Қазақ жерінде сәулет өнері 10-12 ғасырларда Қарахан мемлекет кезінде өркендеген. Дәлел Тараз қаласының маңынан 11-12 ғасырларда салынған Айша бибі, Бабаш қатын сияқты сәулет өнерінің тамаша туындылары. 14-15 ғасырларда салына бастаған Арыстан баб, Ахмет Яссауи, Көк кесене, Алаша хан кесенелері бар. Арыстан баб кесенесі отырардың батыс жағында Сырдария өзеніне жақын жерде орналасқан. 14-15 ғасырлар аралығында Әмір Темірдің бұйрығымен салынған сәулет өнері Қожа Ахмет Яссауидің кешенді кесенесі. Қожа Ахмет мұсылман дінінің көрнекті өкілі әрі уағыздаушысы, ғұлама ақын. Кесене Түркістан қаласының орталығында орналасқан. Тарихи деректерге жүгінсек, кесенені Әмір Темір 1397 жылы Қожа Ахметтің мұсылмандар арасындағы беделін көтеру, бір тұтынушылардың сеніміне ие болу мақсатында салдырған. Міне балалар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тарихы осылай екен. Әмір Темір кезінде Қожа Ахмет Яссауиді пір тұтып, бүкіл мұсылман дінінің көрнекті өкілі әрі мұсылман дін уағыздаушы ретінде осы Қожа Ахмет Яссауиға кесене тұрғызған екен. Қожа Ахмет Яссауидің шын аты Ахмет қой, оған қожа деген тіркес беріп отыр халқы. Өйткені ол кісі Қожа Ахмет Яссауи мұсылман дінінің көрнекті өкілі. Әдебиеттен білесіздер, Диуани Хикмет атты еңбегі бар. Диуани Хикмет атты еңбегінде жаңағы бүкіл халықты білімге, даналыққа шақырады. Ал Яссауи деп аталынған себебі Яссы қаласында тұрғандықтан Яссауи, Қожа Ахмет Яссауи деп атап кеткен екен. Енді киіз үйге келетін болсақ, киіз үй қай кезде пайда болды? Киіз үй ең алғаш қола дәуірінде пайда болған. Оны көшпелі сақ тайпалары пайдаланған. Киіз үй туралы грек тарихшысы Геродот жазып кеткен екен. Киіз үйдің көшпелі өмірге бейімдеп құраған. Киіз үй туралы Ақселеу Сейдімбековтың Күмбір-күмбір күмбездері атты кітабында былай дейді: көшпелілердің сұлулық туралы талғам түсінігі осы киіз үй арқылы көрініс тапты. Киіз үйдің сықырлауығынан бастап шаңырағына дейін әрбір бөлшегі өз алдына оқшау өнер туындысы. Олар бір-бірімен мінсіз үйлескен шақта керемет өнер туындысын құрайды. Осына өнер туындысы көшпенділердің күнкөріс мұқтажынан бастап рухани талғам талабына дейін қызмет еткен деп жазады. Енді қарап тұрсаңыздар, әрбір кесененің өзіндік тарихы бар екен, Біз айттық, мысалы 10-12 ғасырда сәулет өнер дамыған деп. Қазақ жерінде бұл орта ғасыр дәуірі. Айша бибі кесенесі қалай тұрғызылған?
Айша бибі кесенесі Қарахан Батыр мемлекет тұсында құрылған дедік, иә. Қарахан Батыр осы Айша бибіге ғашық болады екен. Қарахан Батыр ешбір жауының алдында елмеген батыр. Екеуі бір-бірін сүйіп қосылмақшы болады, бірақ олардың қосылуына еш себеп жоқ. Өйткені Қарахан Батыр қас жауының қызына ғашық болады екен. Екеуі қол ұстасып елінен қашып келе жатқанда нөкерлері артынан қуып кеп Айша бибіні өлтіреді екен. Сол кезде Қарахан Батыр ешбір жауының алдында елмеген батыр өзінің сүйгеніне бас иіп, осы жерде молда шақыртып, өздерінің некесін қиғызып, осы Айша бибі кесенесін тұрғызыпты. Бұл аңыз, бұл 28 нұсқаның ішіндегі бір аңыздың бір түрі осы екен. Енді біз сәулет өнері дегеніміз не дедік, иә? Сәулет өнері дегеніміз не деген тақырыпты жақсы түсіну үшін келесі видеоны тыңдайық. Сіз ойланып көрдіңіз бе? Әлемде қанша ғажайып ғимарат бар. Айналмалы зәулім үйлер, төңкерілген үйлер, жануарларға ұқсайтын құрылыстар, ескі ұшақтардан жасалған қонақ үйлер, текше үйлер, үйлер ұшатын табақтар, кітаптар, себеттер. Ал мына бір үйде ешкім қиратқан жоқ, ол басынан сондай. Сәулетшілердің қиялында шек жоқ. Алғашқы адамдарда өздерін суықтан, жаңбыр немесе қардан қорғайтын үйлер салуға талпынған. Біртіндеп құрылыс күрделене түсті. Адам табиғи материалдарды, тастарды, құм немесе ағашты тек қолдануды ғана үйренген жоқ. Кірпіш пен тақта тастарды өзі шығара бастады. Сәулетшіліктің дамуы алғашқы қалалардың пайда болуына ықпал етті. Өте ертеден келе жатқан көптеген ғимараттар бүгінде өзінің кереметтілігін жойған жоқ. Мысалы, Ұлы Мысыр пирамидалары. Тарихшылар күні бүгінге дейін шешімін таппаған даулы мәселелер. Бұл алып құрылыс қалай салынды? Шөл далаға тақта тастарды қалай жеткізді? Тонналаған құрылымдар жоғарыға қалай көтерілді? Және осы ең ғажайып сәулетшілік ескерткіші 1000 жыл бойы қалай тұр? Сәулетшілік дамуындағы қуатты серпін антикалық кездерде біздің эрамызға дейін 8 ғасырда орын алды. Кейінде барлық сәулетшілік өкілдері мұның аясында 19 ғасырда пайда болған модерн батыл да өжет көрінеді. Испанияның Барселона қаласындағы сәулетші Антонио Гауди тұрғызған үйлер ең әйгілілері болып табылады. Модерннің басты ерекшеліктері мынада: ғимараттар адами емес, табиғи құрылыс тәрізді, қоршаған ортаға кірігіп кетуі керек. 20 ғасырда сәулет өнерінде құндылық басым болды. Ғимарат ең алдымен функционалды болуы тиіс. Сәулетшілер ең заманауи деген материалдарды қолдануға ұмтылды. Әшекейлендіруге құмарлық сезілмеді. Ішкі кеңістігі қалай салынғанына, оның қолайлылығына баса мән берілді. Бұл кезде модернизм және кейбір сырт ерекшеліктері бар конструктивизм секілді бағыттар болды. Ал өткен ғасырдағы 70 жылдардың соңында хай-тек пайда болды. Ғимараттар бейне бір ғылыми қиял беттерінен түскендей. Сәулетшілерді адамзаттың ғарыштық жетістіктері әсерлендірді. Ол кезде адамдар орбитада болған, тіпті айда да қонған еді. Хай-тек ол болашақтың қаласы, шыныдан және металдан салынған қала. Хай-тек стилінде Астанада бірегей ғимараттар тұрғызылды. Пирамида тәрізді салынған бейбітшілік және келісім сарайы, Абу-Даби плаза кешені және 88 қабатты мұнарасы, аумағы футбол алаңдай болатын қонақ үй және қысқы бақ. Онда тіпті қыста да жылы және кез келген жыл мезгілінде жасыл желек арасында қыдыруға болады. Бәйтерек монументі Астанамыздың символы. 97 метрлік биіктікте шыныдан жасалған диаметрі 22 метр алып шар орнатылған. Ол күн сәулесінің түсуіне қарай түсін өзгертіп тұрады. Астанамызда заманауи зәулім үйлер, субұрқақтар, көпірлер және дәстүрлі азиялық сәулет өзара үйлесім тапқан. Қала салушылар осы бір қайталанбас сәулет әуенін туғызды. Өйткені сәулет өнері бұл жай ғана үй салу емес, ол таста қатып қалған әуен. Міне балалар,
Бүгінде қазақ даласы әлемнің үздік сәулетшілерімен қатар отандық сәулет өнер шеберлерінің керемет идеяларын іске асыратын құт мекенге айналғанын көріп отырсыздар. Отандық сәулетшілер де бай тарихымызды паш ететін ұлттық нақыштағы әсем ғимараттар мен ескерткіштерді дүниеге алып келгенін көріп отырсыздар. Бұл 21 ғасырдағы сәулет өнерінің дамуы. Ал орта ғасырда сәулет өнері жоғары деңгейде дамығанын сіздер жаңа тыңдадыңыздар. Оған мысалы Алаша хан, Айша бибі кесенесі, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан баб кесенесі, Рабиға Сұлтан бегім кесенесі жататынын білдіңіздер. Орта ғасырда құрылыс материалдары сапалы, жоғары жасалғанын байқадыңыздар. Енді сіздерге тапсырма. Бестік диктант әдісімен сөйлеу. Бестік диктант әдісі дегеніміз не? Бестік диктант әдісі 5 жолдан тұрады. Бірінші, сөз жазасыз. Бүгінгі сабақта сіз қандай ой түйдіңіз? Бүгінгі сабақтағы тірек сөздердің біреуін мысалға алып, одан сөз тіркесін құрайсыз. Сөз тіркесінен сөйлем құрайсыз. Сөйлемнен сұрақ құрастырасыз, сұраққа жауап бересіз, қорытынды ойыңызды айтасыз. Мысалы, киіз үй баспанасы, бұл сөз тіркесі. Сөйлем, киіз үй көшпенді халықтардың көшіп қонуға арналған ыңғайлы баспанасы. Төртінші, киіз үй сәулет өнеріне жата ма? Киіз үй тарихымыздағы ең бірінші сәулеттік құрылыс. Ендеше тапсырманы орындауға уақыт берейін. Жақсы балалар, мысалы біз бүгін сәулет туралы айттық, сәулет деген сөзді алсақ, сәулет өнері деп жазсақ болады. Сәулет өнерін архитектура деп те атайды. Архитектура латын тілінен аударғанда қандай мағына береді? Басқарушы деген мағынаны береді. Мысалы, Түркістан қаласы туралы айттық, Түркістан деген Түркістан қаласы, Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан. Қазіргі уақытта Түркістан қандай қала? Түркістан киелі әулиелер жатқан, туризм дамыған қала дейді екен. Мысалы, орта ғасырдағы сәулет өнері туралы айттық. Орта ғасыр деген сөзді алатын болсақ, орта ғасырдағы сәулет өнері, орта ғасырда сәулет өнері ерекше қарқынмен дамыған. Орта ғасырдағы сәулет өнерінің сыры неде? Қазірге дейін қалай сақталып тұр? Сәулет өнерінің қыры мен сыры әлі ғалымдар зерттеуде деп осындай бестік диктантын құрауға болады екен. Келесі тапсырма Вен диаграммасымен салыстыра суреттеу. Біз бүгін сабақта орта ғасырдағы сәулет өнерін айттық. 21 ғасырдағы сәулет өнері туралы видеодан тыңдадыңыздар. Ендеше сіздерге Вен диаграммасымен осы екі ғасырдағы сәулет өнерінің айырмашылығын, ұқсастығын, ортақ қасиетін жазып көрсетіңіздер. Жақсы балалар, сіздер осы тапсырманы жоғары деңгейде орындады деп ойлаймын. Енді бүгінгі сабағымызды бекітейік. Бекіту сұрақтары. Сәулет өнері дегеніміз не? Сәулет өнерінің құндылығы неде? Қазақстандағы ежелгі ескерткіштердің сыры жайлы не білдің? Киіз үй сәулет өнеріне жазда ма? Қазіргі уақытта сәулет өнері қалай дамуда? Жақсы балалар, енді осы сұраққа жауап беріп болсаңыздар, кері байланыс берейік. Бүгін біз сабағымызда сәулет өнер жайлы өттік. Ендеше 2 жұлдыз 1 тілек стратегиясы арқылы кері байланыс берейік. Бүгін сіздер сабақта 2 ұнаған жақсы нәрсеңізді айтасыздар. Бір тілекке осы сәулет өнерін жақсартуда, дамытуда қандай тілек айтар едіңіз? Жақсы балалар, осы кері байланысты орындап болсаңыздар, енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.